Бәріңе сәлем, мәңгілік футбол арнасына қош келдіңіздер. Әлем футболында болып жатқан соңғы жаңалықтарды сіздерге ұсынамыз. Лайк басып, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. УЕФА Ресей футболына қатысты ресми шешімге келді. Марио Балотелли АПЛ-ге оралуы мүмкін. Ювентус футбол клубы бомба трансфер жасауды жоспарлап отыр. Барселона жаңа қорғаушымен толығуы мүмкін. Осы және өзге де футбол жаңалықтарына шолу жасап, видео соңында Ла Лиганың қазіргі турнирлік кестесіне тоқталатын боламыз. Баварияның жартылай қорғаушысы Роберт Левандовски Атлетика шабуылшысы атануы мүмкін. Испаниялық El Chorrito ТВ-ның мәліметіне сенсек, ойыншының отбасы Испанияға көшкісі келеді, бірақ мадридтік Реалға емес. Атлетиканың жейдесінде өнер көрсетпек. Поляк футболшысы осыған дейін өзінің мансабын Реалда аяқтағысы келетінін айтып жүрген. Бірақ қазіргі Реалдың шабуыл шебінде Робертке орын табыла кетуі қиын. Темірді қызған шағында соғуды ұйғарған Атлетика Левамен келіссөздерді бастап кетті. Егер бұл трансфер орын алған жағдайда екі тарапқа да пайдалы болары анық. Әсіресе шабуылдан қорғанысы жоғары қоятын Атлетика үшін голдарды топырлатып соғатын поляк футболшысы жақсы нұсқа болмақ. Лондондық Фулхэм 31 жастағы италиялық шабуылшы Марио Балотеллиді қатарларына қосуды жоспарлап отыр. Фулхэм Марионы сатып алу арқылы өзінің шабуыл шебін күшейтуге ниетті. Қазірде ағылшын чемпионатының 2-ші лигасында өнер көрсететін лондондық клуб келесі маусымда АПЛ-дің жоғарғы дивизиясында ойнайды деп айта беруге болады. Ал Балотеллиге келер болсақ, итальяндық Түркияның Адан Демирспор клубында ойнап жүр. Соңғы жылдары клубты шақ келтірмей жүрген Марио Түркияда өз орнын тапқандай. 23 матчта 11 гол соғып, 3 ассист жасаған. Оның үстіне Италия ұлттық құрамасының бас бапкері Манчини мырза жаттығу жиындарына да Марионы шақырып жүрген болатын. Кристал Пэлас клубы мадридтік Реалдың жартылай қорғаушысы Дани Себалосқа қызығушылық танытып отыр. Корольдік клуб 25 жасар ойыншыны 16 миллионға сатып алған болатын. Ал ағылшындық клуб Дани үшін 18 миллион евро беруге дайын. Айта кетсек, жартылай қорғаушы Реал Бетистің тәрбиеленушісі. Ал Реал Мадридке 2017 жылы ауысып келген болатын. Осы уақыт аралығында Арсеналға жалға да беріліп үлгерген. Осы маусымда 6 матч өткізіп, 1 голдық пас жасап көзге түскен болатын. Испаниялық қорғаушы Цезар Аспиликуэта Ливерпульға қарсы финалдық ойында жарақат алған болатын. Ол ойынның 57-ші минутында Рейс Джеймспен алмасты. Ал ойыншының нақты қанша мерзімге қатардан қалатындығы әзірге белгісіз. Барлығы медициналық тексерістен кейін белгілі болмақ. Италиялық футбол клуб Ювентус осы маусымда француз ойыншысы Поль Погбаны қайта өз қатарларына тегін қосуды жоспарлап отыр. Француз ойыншысының Англиялық Манчестер Юнайтедпен келісім шарты осы жылда аяқталады. Соның арқасында Погбаны тегін қосу мүмкіндігі жоғарылап отыр. Оның үстіне Погба кезінде италиялық клуб сапында 2012-2016 жылдар аралығында доп тепкен. Еске салсақ, Манчестер Юнайтед Погбаны Ювентустан бақанда 105 миллион евроға сатып алған болатын. Ал лондондық Челси клубы француз Жюл Күндені осы жазда қатарларына қосуды жоспарлап отыр. Олардың ойынша Ювентус бұл трансферге қатты таласа қоймайды. Өткен жылы қол жеткізе алмай кеткен қорғаушыны осы маусымда қалай болса да алу керек. Бірақ Жюле қызығып отырған жалғыз көктер емес. Бұл қатарға каталониялықтарды қосуға болады. Егер Барселона Холландты жазда сатып ала алмаса, норвегиялық ойыншыға кететін ақшаға 2 ойыншы сатып алуы мүмкін. Барселона Миланның жартылай қорғаушысы Франк Кессені жазда еркін агент статусында өз командасында қоспақшы. Жартылай қорғаушының Миланмен жаңа келісім шартқа отырмауының өзі Кессенің Миланға қалғысы жоқ екендігін аңғартады. Нарықтағы құны 48 миллион евро тұратын ойыншыға Барселона жылына 6,5 миллион евро беруге дайын. Кессе Милан сапына 2017 жылы қосылған болатын. Ағымдағы маусымда ойыншы 20 матчта 5 гол соғып, Чемпиондар лигасында өткен 5 ойында 1 ассист жасаған болатын. Ал әлемде орын алып жатқан соңғы оқиғаларға байланысты УЕФА мен ФИФА Ресей ұлттық құрамасын барлық турнирлерден шектеді. Осыған дейін ұлттық құрама шектелмейді, бірақ өз алаңында өнер көрсетпейді деген ФИФА ойын өзгертіп, енді Ресей құрамасын барлық турнирлерден шектеді. Ал Ресей клубтарына байланысты айта кетсек, Еуропа лигасында ойнауы керек Мәскеулік Спартак шектелді. Яғни ресейліктер үшін Еврокубоктар осымен тәмәм. Ал Спартакпен кездесуі керек РПЛ Лейпциг клубы 1-8 финалға жолдама алды. Видеомыздың соңында Ла Лигаға шолу жасап өтсек. Ла Лига кестесінде бірінші орында Реал Мадрид орналасса, Реалдан 6 ұпай қалып келе жатқан Севилья. Ал одан соң Бетис, Барселона, Атлетика орныққан. Үшінші, төртінші орын демесеңіз Барселона мен Бетис. Немесе Барса мен Атлетиканың ұпайларының арасында айырмашылық жоқ. Бір ғана тең ойын. Немесе жеңіліс өзіңнен кейін тұрған командаға орынды бере салумен тең. Егер Реал Мадрид жоқ жерден ұтылмай, осы ойын өрнегін жалғастыра беретін болса, чемпион болуға да көп қалған жоқ.
жоқ. Ал соңғы ойынның үшеуінде 4 гол соғып, керемет прогресс жасап жүрген Барселона маусымның соңына дейін 2-ші орынға дейін көтерілуі мүмкін. Соңғы ойындарда ұтылып, не тең ойнап жүрген Севилья мен Бетистің ойындары осыған жақсы әсер етуі мүмкін. Осылайша бүгінгі видеомыз соңына жетті. Мәңгілік футболды тамашалауды ұмытпайық. Бізді қолдап, лайк басып, пікір қалдырып жүріңіздер. Келесі видеода кездескенше аман сау болайық.